Сәлем балалар. Бүгін біз табиғат туралы сөйлесеміз. Табиғат бізге көп нәрсе береді. Солардың бір бөлігі табиғат ресурстары. Табиғат ресурстары дегеніміз адам өмірінде қолданылатын табиғаттағы заттар. Олар бізге тамақ, су, энергия береді. Табиғат ресурстары әртүрлі болады. Мысалы, ормандар, өзендер, жануарлар мен өсімдіктер барлығы табиғат ресурстары. Олар тіршілік үшін өте маңызды. Біз оларды дұрыс пайдалануға тиіспіз. Табиғат ресурстары екіге бөлінеді. Қалпына келетін және қалпына келмейтін. Бұл ресурстардың әрқайсысы бізге әртүрлі пайда береді. Қалпына келетін ресурстар олар қайта-қайта пайда болады. Мысалы, орман, су, жел және күн энергиясы, ағаштар орманда өсіп ауа мен оттегін береді. Біз ормандарды қорғауымыз керек. Өсімдіктер адамға азықта береді, өзендер мен сарқырамалар таза су көзі. Су тіршілік үшін маңызды. Біз суды үнемдеуді үйренуіміз керек. Күн сәулесі мен жел энергиясы табиғи энергия көздері. Олар қалпына келетін ресурс болып саналады. Біз оны электр энергиясына айналдырамыз. Қалпына келмейтін ресурстар, олар шектеулі. Бір рет қолданылған соң қайта пайда болмайды. Мысалы, мұнай, газ және көмір, мұнай машиналарды және фабрикаларды қозғалысқа келтіреді. Бірақ мұнайды үнемдеп қолдану керек. Табиғатқа зиянын тигізбеу маңызды. Көмір, жылу мен электр энергиясын береді. Бірақ оны артық пайдалансақ, табиғат ластанады. Сол себепті сақтау керек. Табиғи газ, жылу мен энергияның тағы бір көзі. Табиғат ресурстарын дұрыс пайдалану біздің міндетіміз. Олар өмірімізге қажет. Табиғат ресурстары адам өмірін жеңілдетеді. Олар бізге үй, жарық, азық береді. Біз табиғатқа алғысымызды көрсетуіміз керек. Су адам өміріндегі ең маңызды ресурс. Біз оны таза ұстап, үнемдеп қолдануымыз керек. Барлық тіршілік суды қажет етеді. Балалар ағаш отырғызып, табиғатты қорғайды. Бұл ормандардың көбеюіне көмектеседі. Табиғатты қорғау әркімнің ісі. Дұрыс жинау және бөлу экологияны сақтау жолы. Біз табиғатты таза ұстауымыз керек. Бұл барлық тіршілікке пайда береді. Таза және ластанған табиғатты салыстырайық. Ластанған табиғат тіршілікке қауіпті. Біз оны қорғауымыз керек. Балалар табиғатты қорғау белгісін көрсетіп тұр. Бұл экологиялық хабарлама. Табиғатты қорғау әркімнің міндеті. Бақытты балалар таза табиғатта ойнап жүр. Табиғатты қорғау көңілді маңызды іс. Барлық тіршілікке пайдасы бар. Сонымен, балалар табиғатты қорғайық. Табиғат ресурстарын үнемдеп дұрыс пайдалануымыз керек. Таза табиғат бақытты өмірдің кепілі. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.